Содан кейін енді міне компанияға келіп, жағдайым жақсарып, ақша тауып, жұмыс бастап, мен сөйтіп жатырмын ғой да қыздар. Енді менің қазіргі таңда 9 жылдан кейін түсінгенім, баймын деп жүрсе, мен бай емес, өте кедей адам екенмін. Себебі біздер пландағанда ең бірінші, қазір мысалы пландап жатсыңдар да, ақшаларыңды не істейсіңдер дегенде, өздерің ойлаңдар, не істейсіңдер дедіңдер. Ақшаңды не істейсің ертең көп ақша жинаса? Қыздар, айтыңызшы, не істейсіңдер ақшаларыңды? Үй аламыз. Үй аламыз. Үй аласыңдар, сосын машина аласыңдар, балдарымызға жинаймыз. Иә, балдарыңа киім аласыңдар, шу аласыңдар. Бәріміздің арманымыз ол байлықтың арманы емес екен. Ол кедейліктің арманы екен. Себебі біздер жоқ ақшаны уже пассивный заттарға жоспарлап жатырмыз. Ол кедейдің арманы екен. Көрдіңіздер ме? Біздер кедей болғасын, жаңағы қолымызға ақша түссе, оны қайда жұмсайтынымызды даже білмейміз. Егер дым ақшасы жоқ адамға миллион ақша берсем, оны жұмсай алмайды. Ақшаны аз-аздан жұмсап үйрену керек, жинап үйрену керек. Біздер бірден ақшамыз жоқ болғасын ойлаймыз. Тек ақша түссе, тек ананы алам, мынаны алам, мынаны алам. Ол кедейлік. Мен енді мынаны түсініп жүрмін. Мен қанша ақша түссе де осы уақытқа дейін бәр затты алдым ғой. Алып жатырмын. Балдарым сұрайды, мен деген магазин салып жатырмын. Маған ақша керек. Ешқандай артым ақша жинамадым. Мен өте кедей адам екенмін. Кітап оқып отырсам, Давлатовтың кітабын сабағына қатысып отырсам, дейді, адам дейді, тапқан ақшасының дейді, 40 мың тапса да, 50 мың тапса да, миллион тапса да, соның 10%-ін жинау керек. Депозитке жинау керек. 10 мың болса, мұнайда жина. 4 мың болса, 40 мыңнан 4 мың 10% қой. Жина. 40 мыңның 4 мың 10% жинауымыз керек. Неге? Бұлай қалғанда біз ойлаймыз, көбіміз ойлаймыз. Құрсын 4 мыңнан ақша бола ма? Мысалы мен 50 мың алып жүрмін, мектепте жүрмін. Бір тиын жинамаймыз, наоборот келесі айлыққа дейін қарыз болып отырамыз. Солай ма қыздар? Бәріміз солаймыз. Неге? Біз кедейміз, біз білмейміз жинау дегенді. Бай адам неше теңгесі болса да, соның 10%-ін жинайды екен. Соны жинай береді, 4 мыңды жинай береді. Ол деген 6 ай болғанда манағы 4 мыңның неше мың теңге болады? 24 мың теңге болады. Уже 24 мың ақша шақырады. Көрдіңіздер ме? Байлықтың бірінші сендер шегесін қақтыңдар қыздар. Вот ақшаны жинау деген сол. Ақшаны жинау деген көп ақшаны ғана жинаймыз деп ойламаңдар. Көп ақшада болса да дым жоқ менде. Жинап жатқан жоқпын екен.